Балалар, сендер адалдық деген сөзді естідіңдер ме? Иә. Нені білдіреді адалдық деген сөз? Сәкен? Шындықты айту дұрыс айтасың. Абылай? Ешкімді ренжітпеу өте жақсы балалар. Адал бала қандай болады? Өтірік айтпайды. Өтірік айтпайды дұрыс айтасың. Өзгенің затын алмайды. Ережені сақтайды, өте дұрыс айтасыңдар балалар. Ал балалар, әр топтың өз ережелері бар. Біздің де топтың өз ережелері бар, иә? Ол қандай ережелер? Үлкендерді тыңдау, бір-біріңізге мейірімді болу, ойыншықтарды сындырмау, бір-біріңізге құрмет көрсету, иә? Осы ережелерді сақтауымыз керек. Және ренжітпеу ең басты ережеміз балабақшаға кешікпей келу. Балалар, мен сендермен қазір бір ерекше дүкенге барып келемін. Барамын ба дүкенге? Иә. Балалар, біз сендермен адалдық дүкеніне келдік. Бұл дүкеннің ерекшелігі, бұл дүкенде сатушы болмайды. Ал сатушы болмаса балалар, сатып алуға бола ма? Иә. Болады екен, иә? Бұл дүкеннің ережесі осындай екен. Алған заттардың ақшасын мына жәшікке салып кету керек екен. Ал ешкім көрмей тұрса да ақшасын салып кетеміз ба? Иә. Дұрыс айтасыңдар. Алған заттарымызды төлеуіміз керек. Абылай, сен өзіңе ойыншық таңдап алдың ба? Енді ол не істеу керек? Ақшасын салу керек. Ақшасын салу керек, дұрыс айтасың, салу керек ақшасын. Рамазан, сен жәшікке не үшін ақша салдың? Оны дүкеннің ережесі. Ал ережені сақтамасақ не болады? Тәртіп бұзылады. Өте дұрыс айтасың, тәртіп бұзылады екен. Балалар, біз сендермен бүгін адалдықтың не екенін білдік, иә? Адал болу, бұл шыншыл болу. Ешкімнің затын рұқсатсыз алмау және дұрыс әрекет жасау екен. Заң бәрімізге ортақ ереже. Осы ережелерді сақтасақ, ешқашанда заң бұзылмайды екен, иә балалар? Мен заң мен тәртіпті сақтаймын. Адал болу, үлгілі болу. Бұл дүкенде сатушы жоқ. Біз бірақ бәрібір ережені сақтаймыз. Өйткені адалдық жақсы қасиет. Мен адалдық дүкеннен зат алдым. Ақшасын өзім жәшікке салдым. Мен адал болғым келеді.